Сәлем достар, бүгінгі эфирде адамдар жоғалып, қайта оралған ең жұмбақ оқиғалар жайында бөлісемін. Кей адамдар із-түзсіз жоғалады, із қалдырмайды, куәгер жоқ, уақыт тоқтағандай. Ал ең қорқыныштысы олар қайта оралады. Бірақ олар өзгерген, уақытты басқаша сезінеді, кейбірі не болғанын мүлде есіне түсірмейді. Бұл аңыз емес, бұл куәгерлер айтқан, құжатталған жұмбақ оқиғалар. Соңына дейін қараңыз, себебі ең қызықты оқиғалар соңында. Ең соңғы 10-шы оқиға. Бір түнде жоғалып 5 жылдан кейін табылған адам. Ер адам кешке үйінен шығып кеткен. Телефоны, құжаттары бәрі үйде қалған. Полиция іздеді, еш нәтиже болмады. 5 жылдан кейін ол басқа қалада табылады. Ең қорқыныштысы, ол өзін бір-ақ түн өткізгенде сезінген. Айнаға қарағанда ғана жасының өзгергенін байқайды. 9-шы оқиға. Орманда жоғалып уақыттан тыс жүрген бала. 4 жасар бала орманда жоғалып кеткен. Оны 3 күн бойы іздейді. Табылғанда бала аш емес, қорықпаған, үсті-басы таза. Қайда болдың дегенде ол жай ғана мен басқа жерге бардым дейді. 8-ші оқиға. Ұшақтан жоғалып қайта оралған жолаушы. Ұшақ әуеде келе жатқан жолаушы әжетханаға кіріп қайта шықпайды. Есік ашық, ішінде ешкім жоқ. Біраз уақыттан кейін ол адам өз орнында отырған күйі қайта пайда болады. Ол ешқайда кеткенін, жоғалғанын мүлде білмеген. 7-ші оқиға. Көпірден секіріп жоғалған, бірақ тірі оралған адам. Ер адамды көпірден секіріп кетті деп ойлаған. Куәгерлер де болған. Бірақ денесі табылмады. 2 аптадан кейін ол өзі полицияға келеді. Мен секірген жоқпын дейді. Мен басқа жерде болдым. Қайда екенін ешқашан нақты айтып бермеген. 6-шы оқиға. Жолда жоғалып кеткен бүкіл автобус. Түнгі рейс, автобус орман арасымен жүріп келе жатқан. Байланыс үзіледі. Автобус жоғалады. Келесі күні сол автобус сол жолда ештеңе болмағандай қайда пайда болады. Жолаушылар 1 минут өтті деп ойлаған, бірақ шын мәнінде 10 сағат өткен. Бұл оқиғаға сіз сенесіз бе? Бізде кезекті 5-ші оқиға. Үйінен шықпай жоғалып кеткен әйел. Әйел таңертең ас үйде болған. Камера бәрін жазып алған. 1 секундта кадрда жоқ болып кеткен. 3 күннен кейін ол сол ас үйде қайда пайда болады. Ол үшін 1 секундта өтпеген. Кезекті бізде 4-ші оқиға. Тауға шыққан адам 2 жылдан кейін оралды. Альпинист тауға жалғыз шыққан, байланыс үзіледі. 2 жылдан кейін ол өзін үйіне келеді. Құжаттары ескі, киімі сол қалпы. Ал өзі мен тек бірнеше сағат болдым дейді. 3-ші оқиға. Баланың бұрынғы өмірін есте сақтауы. Бала басқа қала, басқа тана, басқа өмір туралы айтып береді. Тексергенде айтқандары шынайы тек деректермен сәйкес келеді. Кейінірек ол бұл естеліктерді біртіндеп ұмыта бастайды. 2-ші оқиға. Жоғалған адам қоңырау шалған. Адам 10 жыл бұрын жоғалған. Кенеттен туыстарының телефонына оның нөмірінен қоңырау келеді. Дұрыс, сол адамның дауысы, бірақ қайдамын дейді. Байланыс үзілген. Ал ең соңғы 1-ші оқиға. Уақытта адасып кеткендер. Әлемде оңдаған адам бар. Олар бір күнге жоғалады, қайта келгенде оңдаған жыл өткенін көреді. Кейбірінің сағаты тоқтап қалған, кейбірі сол уақытқа сай емес киімде болған. Ғылым бұл құбылысты толық түсіндіре алмайды. Бұл адамдар жоғалды, қайта оралды, бірақ ешқашан бұрынғыдай болмады. Мүмкін біз уақытты дұрыс түсінбейтін шығармыз. Видео ұнаса, лайк басыңыз. Пікірге қай оқиға сізді ең қатты таңғалдырды жаза кетіңіз. Осындай жұмбақ, сену қиын оқиғалар үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.